Ассалаумағалейкум. Жол жалғасуда. Құдай қаласа мына бауырым екеуміз. Әлі танысып үлгерген жоқпыз, бірақ бірге жүрміз ғой. Сондай ғой біздің қазекең жігіттер. Бір-біріміздің атын әлі танысқан жоқпыз. Бұл мен атын кім брат деді. Өзіңнен сұрамадым да ше. Әлі бір толыққан таныстық жоқ та әлі арамыз, бірақ бірге кетіп баратырмыз да. Домалағана кесенесіне барадық бірге. Жолды біледі екен. Артына ере берейін дедім да. Құдай қаласа домалағана кесенесіне алып бармаған едім. Чисто туристический интереспен кіріп шығайық, контент түсірейік біраз. Егер қатты жел болмай жатса, дронмен біраз кадрлар алайық. Қазақтың кең байтақ жері мынау. Жүзіп баратсың ғой, ата-бабаның тастап кеткен кең байтақ жерінде. Алла шүкір. Сонда ойлап отырмын ғой, қазір рөлде келатып ше. Біздің ата-бабамыз сонда. Ата-бабам мықты болған ғой, походу. Өйткені мынанша байтақ, кең байтақ жерді жаулап, оны қорғап алған ғой сонда. Келатырмыз, бітпейді жол. Легенда екен ғой, нағыз біздің ата-бабамыз ше. Ананы легенда дейміз, мынаны легенда деп қоямыз кейде. Көлікті легенда дейміз, адамдарды, боксерларды айтамыз. Нағыз легенда біздің ата-бабаларымыз ғой, негізі қараңдаршы. Мына жолдың бәрі, мына жердің бәрін ешкімге бермей, бізге сақтап беріп қойған да. Азғантай-ақ санымен ше. Ата-бабам мықты болған болсын да. Ал біз соның рәтін көріп жатырмыз да қазір. Домалағана кесенесіне жақындап қалдық ау деймін, түсінгенім. Ой, жолдар сәл нелеу екен, бірақтың жолдары сәл өтіп екен. Менің дискім білесіздер ғой, үлкен да. Ходовкаға зиян болуы мүмкін. Сәл жайлап жүрем. Ана бауырымдікі білмеймін, ұшып баратыр ғой. BMW-мен жете алмай жатырмын артынан. Тау. Білмеймін, налаша камера қаншалықты алып жатыр, алмай жатыр, білмедім. Бірақ көзбен көрсем, мына таулар әдемі көрінеді екен. Домалағана кесенесіне де келіп қалдық. Ана аркадан өттік. Артта көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма айнадан? Көрінбейді екен. Ал онда кіріп түсіреміз. Болады кіруге. Сен кішкентайсың ғой, саған қатысы жоқ. Үлкен адамдар жоқ деуге кіруге болмайды. Кішкентайларға любой ғой. Бісміллә деп кірейін онда. Домалағана кесенесі. Өмірімде бірінші рет кіріп жатырмын бұл ғимаратқа. Есіктің алдында бағы бар екен. Зор екен ғой нере? Бағы бар зор екен ғой деймін. Нере отырып қазір әңгіме айтасың. Домалағана кесенесі. Садақаларыңыз қабыл болсын дейді. İçinde біреу бар ма екен, құрт камераңды ұрысып көрмесін. Көріп шайшы мәселен. Ішінде разведка жасай берсіз өзің. Уақыттардың более цивилизованный жер екен. Бақшасы қайын қаралады екен, садовниктері бар екен. Сулар шашырап жатыр. Жақсы қарайды екен бұл жерге. Сыртынан бұл жерге түсетін жер бар екен.
қай жыл салынған екен бұл? Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? İçinde adam bola mı bunun? Ұрыспай ма камерамен түсірсең? Жоқ, қандай түсірген ма? Болмай ма? Онда құрмет көрсетейік. Мына жақта не бар екен көрейікші. Не ғой жаңағы бұл? Біз енді оппа. Есік несі? Білесіздер, чисто туристік интереспен келемін мұнда жерге, және де алдын ала арнайы іздемеймін әтеге. Өйткені өзім үшін бір құпия болады да ше сол кезде. Ал бәрін біліп келсең уже, анау ғой, мынау ғой деп жүресің. Ал білмей келсең, мен білмедім, мен түсінгенімше баласыз балалы бола алмай жүрген адамдар тілейтін болып тұр ғой. Құдай өзі кешірсін, ондай ислам шариғатымызға келмейді ау деп қоямын. Мынаның бәрі сондай ма сонда? Мынаның бәрі сонда аналогичный кабинеттер екен. Бесік жоқ екен бірақ. Тыйым тастап қойған. Сол екен бірақ ше, әдемі салған. Бірақ әркімнің ақидасы өзіне негізі. Біреу сенеді, біреу сенбейді. Бірақ енді өзіміз мұсылман болғаннан кейін Құранда не дейді? Шариғат және исламда, хадисте не дейді? Соны істейміз. Сондықтан өз басым енді әруаққа сыймай құдай сақтасын. Жай ғана турист ретінде қайталап айтамын. Түсіріп жатырмын. Келіп бақшасын аралайық. Ойбай. Енді білмедім. Шыны керек. Бұл кісі енді домалаған анамызға Алла отнелік мейірім берсін. Не айтамыз басқа. Сондай. Бақшаларын бір алап шығайық. Біреу келіп жатыр, біреу кетіп жатыр деген сияқты. Көлеңкеде біраз отырайық деген oldu. Шаршадық қой. Ары бері жүріп шық. Мынаяқта машина екен. Кәдімгі дендра парк сияқты екен Шымкенттегі. Кішігірім шығарылым болайын тұр енді бұл канал. Бұл выпуск ше. Қысқаша болайын тұр. Яға кіруге бола ма ойма? Білмеймін ғой, кіре салдым мен. Ұрса айбайда қоя саламыз, самол жоқ. Бақшалардан су ағып тұр. Мощный болып тұр. Және де қайталап айтам. Ла илаха илlallah Мұхаммадур Расулуллах біздік. Қалғанын Алла тапсырамыз. Желап, чисто достопримечательность деймін. Осы айтқанда жаңағы туристический объект ретінде кетеміз. Көреміз, кетеміз. Сол ғой. Кіріп шықтық енді біз неге домалаған аға. Дронға түсіруге сәл еріндім шыны керек.
чисто интерес ретінде кіріп шыққанбыз ғой. Домалақ ана қазақ тарихында ерекше құрметке ие болған абыз ана. Оның шын есімі Нұрила. Ол түркістандық атақты әулие Мақтым Ағзам қожаның немересі болған. Тарихи деректерге сүйенсек, Нұрила анамыз 1378 жылы Түркістан қаласында дүниеге келген. Кейін ол Бәйдібек биге тұрмысқа шығып, қазақ шежіресінде үлкен із қалдырған тұлғаға айналды. Халық арасында оның есімі тек ана ретінде емес, ел бірлігін сақтауға үлес қосқан дана әйел ретінде де кеңінен таралған. Домалақ анаға арналған алғашқы кесене 1456 жылы 4 қабырғалы күмбезді мазар ретінде салынған. Уақыт өте келе бірнеше рет қайта жөндеуден өтті. Сондықтан бастапқы келбеті толық сақталмаған. Қазіргі түріне ол 1996 жылы сәулетшілер С. Тоқтамыс пен Сайын Назарбековтің жобасымен жүргізілген қайта жаңғыртудан кейін ие болды. Құрылыс барысында Маңғыстаудан әкелінген ақ тас пайдаланылған. Ал кесененің 8 қырлы күмбезі негізгі құрылымның үстіне орналастырылған. Ақжол досыммен кездесіп деп ғой. Қоштасып жатырмын. Жайлап жолдары болсын. Ақжол болсын. Кетіп жатыр, бала шағасын ертіп алып. Ортақ таныстар бар екен біраз. Домалақ ана жайында не айтам? Жақсы кесене, жақсы салынған. Басқа не айтам енді? Жақсы архитектурасы жаман емес. Бұл енді қысқаша видео болды. Сонымен осы нені аяқтаймыз бүгінше шығарымды. Келесі видеода онда осы сияқты қызықты нысаналарда немесе ұзақ жолдарда кездескенше қош сау болыңыздар.